Лампамды орнатып жатырмын. Всем привет! Пока что фоным осындай. Бүгін бізде таңғы ұйқы. Әрине ол менде AJ'дің ұйқыды. Соны толығырақ түсіндіріп өтейін. Қалай жасайтынымды. Таңғы ұйқыда ең бірінші доктор Circle'дың умывашкасын қолданамын таңғыда. Неге? Себебі бетті жуғаннан кейін ол кетпейді толық. Яғни бетімізде сөл, кір, май бәрі жиналып тұрады. Үстінде ұйықтарда. Ұйықтап жатқанда бетімізде көп майлар жиналады. Таңертең тісімізді қалай жуамыз? Солай бетімізді де осы умывашкамен жуу керек. Енді мен өзім солай умывашкамен жуамын и кеңес беремін. Ал егерде уже кешкі ұйқыда тоже доктор Circle'дың масласымен умывашкасын қолданамын. Неге? Себебі мен міндетті түрде бәрібір SPF-пен далаға шығамын. Сол себепті тіпті болмай жатса макияж жасаймын. SPF-ті да, макияжды да осы масло кетіреді. Тек доктор Circle'дікі емес, масло. Любой жаңағы масло болсын, шербет болады. Сосын ең жақсы жаңағыдай мицеллярный водалар тоже жақсы кетіреді. Тоже сендерге на заметку. Так, давайте қыздар. Бетімді умывашкамен жуып алайын. Так, жақсылап көпіртеміз. Сәл ғана су жеткілікті. Мен бетім қатты безеу ондай емес, бірақ мен сонда да күнделікті ұйқыны қолданамын. Бірі білсе, бірі білмес, әрине. Бірінші ұйқы жасардың алдында енді біз бәрі бетімізді қолмен жуғандықтан қолымыз тщательно жуып алу керекпіз. Ол да ең маңызды. Как попало қарамау керек просто. Так, қыздар, так, мен өзімнің жеке орамалым жаңа. Наяқтікі негізі осы тұғым. Мен просто жаңа осыяқ алып келдім да, іліп қойдым, чтобы сұртып алу үшін. Так, қыздар, бетімізді умывашкамен жуып алдық. Енді мен осы уақыт аралығында арасында кеңестерімді айтып отырамын. Өзімнің білетін сіздермен бөлісіп отырамын. Так, бірінші AJ'дің тонерін аламыз. AJ'дің ең маған ұнағаны біріншіден ол халал. Сертификат бәрі бар, сол ұнады. Екіншіден бүкіл кожаға келе береді. И пигмент болсын, әжім болсын, жақсы көмектеседі. Примерно уже 1,5 жыл болды қолданып жатқаныма. Еш өкінбеймін. Арасында өзгерістер болып тұрады, бірақ уже менің нешінші сұр наборым ұмытып қалдым даже. 4-5 шығар. Қыздар, мен дискідан гөрі осы қолға алып жаққанды жақсы көремін. Неге? Себебі дискіға істейсеңіздер, дискіда көп қалып қояды. Мен бәрін жаққанды жақсы көремін. Одан кейін қыздар, айтайын дегенім, намаз оқып жүрсеңіздер, өте жақсы оқып болады. Бұл сіздерге деп ойлаймын. Себебі беттеріңізде сезіліп тұрады. Түнде жағып қойсаңыздар, таңертең сезіп тұрасыздар, жуып тастасаңыздар, уже таңғы ұйқыны жасаған кезде мен арасында сен деп жатырмын. Енді пока что мен өз білмеймін, аудиторияма сіз деймін ба, сен деймін ба. Так что пока что осылай ашылыса берсін. Енді дәрет аласыңдар, нетесіңдер ғой. Күйдеріне жоқ болып кетпейді. Мен кейбір уақыттарды көрдім, бірақ бетті құрғап, бетіп кетеді мысалы, или басқа түсініксіз жағдайлар болады. Көріп тұрғандарындай, мойынды да ұмытқан жоқпын. Неге? Мойын бізде өте нәзік, тез қартаятын бөлім бізде мойын. Мойынды ұмытпаймыз, жасап отыру керек. Жас қосқан сайын бұл жерде қартая бастайды. Қыздар, және де нанын білесіңдер ме? Мен енді білмеймін, енді өзіме осылай жақпайды. Осылай жағамын. Может, мен дұрыс жақпай жатқан шығармын. Дұрыс жақпай жатсам, енді кешірім сұраймын. Şu қыздар көргендеріндей мен нелерім бітіп жатыр. Даже кремім міне. Оны бітіп қалды, бәтті болды. Сывороткам, осы екеуі тез бітеді, енді креммен сывороткам. Осы мен оқудым, аяқталды. Мен барынша пайдалы болдым деген ойдамын. Тағы да сұрақтарым болып жатса, немесе қандай оқытты қолданып көргенімді қаласаңдар, комментарийға жаза кетіңдер.